асқа қармандарға жеткенсің. Мақсатың менен алатын асу айқын боп, бүгінде биік шынарға айналып кеткенсің. Ізіңнен ертіп апалы сіңілі жандарды, тағы да жүрсің еңбекпен атырып таңдарды. Болмысың менен бітімің ешбір өзгермей, қала бер ұстаз осынау әсем талғамды. Мен сізге басын иемін, мың алғыс. Амансыздар, мен Керімбекова Күлшат Қоңырбай қызы. Жалпы адам баласы барлық информацияны 90% көзбен, жүрекпен қабылдайды екен, бірақ процент жүрекпен қабылдайды екен, 90% көзбен, құлақпен қабылдайды. Сол қабылдаған 1% барлығын жеңеді екен, жүрекпен қабылдаған. Мен айтар едім, бұл кітапта сол жүрекпен қабылдап, жүрегімізден орын алған ерекше кітап болды. Өте қазақ тілде, өте қарапайым тілде, біз сияқты қарапайым әйелдердің жүрегінен орын алып, қаншама біздің өмірімізді өзгертті деп айтар едім. Бүгін біздің сабағымыз бітіп, Камшат Бекжетовамен кездесіп, өзіміздің сертификатымызды алып, Қазақстанның түкпір-түкпіріне қыздар келіп жатыр. Бұрын ойлайтым, мен ешқандай досым жоқ деп, мына жерде неше түрлі қыздар келді, өздерінің ойларымен бөлісіп жатыр. Достар таптым жаңадан. Оған да шүкір деймін Аллаға. Мен Камшат Бекжетованың кітабын ең алғаш алған кезде осы кітаптың атауы маған өте қызықтырды да, ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт. Қалай бұл кітапта не жазылған деп сонша қызығып, мен де осы кітапты құмарлықпен оқуға деген қызығушылығыммен алдым. Мен айтар едім, бұл Камшаттың кітабы өмір кітабы деп. Неге? Себебі бұл кітапта жаңағы әр адам өзінің өмірінің суретшісі дейді ғой. Міне, осы суретті қалай салуың керек, өмірдің мәнін қалай табуың керек, алға мақсатты қалай қоюың керек, қиялды арманға қалай айландыру керек, адамдармен қарым-қатынасты қалай жасау керек, осының барлық жазылып тасталған. Менің өзіме алғаным осы кітаптан аз уақыттың ішінде қазір бәрі оңай тез деген. Осы жерде барлық істің ойыңа немене қандай ой келеді, сол жақсы ойларды ойлап, өзіңді өзің өзгерту оңай екенін түсіндім. Өмірде барлығына да махаббатпен қарау. Тіпті айналамыздағы жануарға, жәндікке, табиғатқа, гүлге, өзің ішетін тамаққа, киетін киіміңе, өзіңе дейін махаббатпен қарасаң, жаңағы арман мақсатыңа қол жеткізесің. Құлшыныс пайда болады сенде. Құлшыныс пайда болса, бағанағы алдыңа қойған мақсатың, арманың жүзеге асты деген сөз. Ал енді өмірді арманы мен мақсатын тапқан адам, бұл өмірдің мәнін тапқан адам болып саналады. Мақсат деген сабағында мен мақсатты адам өзі қуады екен десем, ол мақсат құрғаннан кейін мақсат сені басқа жаққа, басқа жолға түсірмейді, тек қана жақсылыққа жолдайды, жақсылыққа ертіп, жақсылықтан шығаратынына өз көзім жетті. Камшаттың кітабы қазақ тіліндегі тұңғыш психологиялық кітап деп айтуға болады. Бұның ішіне бүкіл қазақ психологиясына тән, өзіміздің менталитетке тән барлық нәрсе жинақталған деп айтар едім. Адамдарға деген көзқарасымыз өзгерді. Бұрын адамдарды кішкене жаңағы бір кемшіліктерін көрсек айтып салуға, не болмаса дұрыс демедің деп кінә жасауға дайын тұратын едік. Қазір осы кітапты оқығаннан кейін ол да тура мен сияқты адам, оның ойы да мен сияқты, оның да көптеген қиналып жүрген қиыншылықтары бар ғой деген ой келіп, өзіңді түсінгеннен кейін оған сондай өзіңе деген құрметпен ол адамға да қарап оларды түсінуге тырысамыз. Бұл кітапты оқыған адам жаңағы өзінің өміріне өзгеріс кіргізеді. Ол қандай өзгеріс? Ол ой өзгерісі. Жаңағы ол қарым-қатынас өзгерісі. Барлығымыздағы мына өмірдегі келеңсіздіктердің барлығы өзіміздің ойымыздан, миымыздан басталады. Кітаптың атауы да айтып тұр, иә, ойың өзгерсе, өмірің де өзгереді. Яғни ойды қалай өзгерту керек? Өмірдегі жалпы біздің Абай атамыз айтқан ғой, егер адамның өзін қайтадан тәрбиелеуге болмайды деген адам болса, тілін кесерем деген. Міне, Камшаттың кітабындағы басты идея осы, яғни адам тәрбиелеу, адамның өзін тәрбиелеу. Өзін тәрбиелеу арқылы өмірден жол таба білу. Қиындыққа мойымау, қиындықтан құлап қайта тұру. Сізге біреу ұнамайтын болса, сіз ол адамды өзгертуге тырыспаңыз. Сіз бірінші өзіңізді өзгертсеңіз, айналаңыз түгел өзгеріп шығады екен. Сондықтан бұл жерде ниет дейді ғой, бірінші адамда ниет болу керек, өзіңізде жаңағы өміріңізді жақсы жаққа бұру деген. Бұл кітаптың да маған келуі сондай деп ойлаймын. Өзіміз саналы түрде емес, ойымызға неше түрлі ойлар келеді ғой. Жаңағы
сонда ниеттенеміз ғой, жақсы өмір сүрсек, жақсы болсақ деген. Сол ниетіміздің қабыл болып, осы кітапты бізге көрсетіп, осы кітап арқылы біз өзімізге көп нәрсеге, сұрақтарымызға, ойымызда жүрген жауап алып, өзіміздің өмірдегі болып жатқан көптеген кемшіліктерімізге дұрыс қарауға, өзімізге мысалы қаншамалық мына Алланың беріп жатқан сыйын, жақсылығын көруге көп әсер етті деп ойлаймын, өзіме маған өте көп көмектесті. Алла тағала Құранда айтады ғой, егер шүкір етсеңдер, сендерге арттыра берем деген Аллахтың уәдесі бар. Мінекей сол нәрсенің ақиқат екендігіне тағы да бір мәрте көзім жетті. Және де үйренгенім өте көп. Енді соның ішінде тағы да айта кететін бір жағдай, ол мен өзгелермен қоса өзімді де кешіруді үйрендім. Бұрын мәселен бір жағдай болатын болса, өзімді қатты кінәлап, самооценкамды түсіріп жіберетінмін. Бірақ кейінірек кез келген өмірде болып жатқан жағдай менің қабылдауыма байланысты екендігін түсіндім. Ата-анамыз бізге барынша тәрбие берді. Дегенмен бұл кітап, бұл онлайн сабақ маған өмірлік тәрбие берді деп айта аламын. Біреулер бір ренжіп жатса, біреумен бір жұмысы болмай жатса, мен осы кітапты айтқым келіп тұрады, сіз осыны оқыңызшы. Бұл қандай керемет адам. Әр адам бірінші өзін түсіну керек екен. Өзін түсінбеген адам, ол ешкімді түсінбейді. Өзін жақсы көрмеген адам, ол ешкімді жақсы көре алмайды екен. Біз көбіне балаларымызға ренжиміз, туыстарымызға ренжиміз, жолдасымызға ренжиміз. Сен мені жақсы көрмейсің, сен мен, оның негізінің бәрі біздің ойымызда, ішімізде екен. Біз оны жаңағындай түсінетін болсақ, ол біздің өмірімізде көптеген өзгерістер болады. Ойда жүргенде бір түс көрдім. Түс көрдім де қалың орман, көп қыз-келіншектермен, Кәмшат Бекжігітова тоже бірге жүрген да, бәріміз бірге жүрміз. Бір уақытта бір өзеннің жағалауына келеміз да, сол кезде сол әйелдер жаңағы суға шомылып, сөйтіп нетіп жүрді, тазарып жүрді. Мен қолымда бір пышақ болды да, білмеймін не қайдан пайда болған. Сол пышақтан қолымнан Кәмшат Бекжігітова алады да, бір уыс жаңағы көк шөпті жұлып алып, мынаны иіскеші, иісі қандай тамаша дейді. Соны иіскеп, сондай ояндым, бір керемет сезіммен ояндым. Сол кезден бастап нақты шешім қабылдадым, мен осы онлайн курсқа қатысамын дегенше. Сондай бір құлшыныс болды, өзгеруге деген. Онлайн сабағына қазір қатысып бітірдім. Онлайн сабақты, яғни жеңімпазбын. Онлайн сабақ өте керемет. Бұл жерде 3 ай бойы сіз жеңімпаздармен араласасыз, жеңімпаздармен сөйлесесіз. Бұл кітап арқылы сіз бойыңыздағы бүкіл, яғни адам бойындағы жаман қасиеттің барлығын жеңіп, сіз жақсылыққа толтырасыз да өз бойыңызды. Ең алғаш онлайн сабақ туралы естіген кезде мен шетелде оқып жүрген болатынмын, Францияда. Ол кезде жаңа ортаға тап болу, және де ортамды ауыстыру, үйді сағыну деген сияқты нәрселердің барлығы менің эмоционалды жағдайыма өте қатты әсер етті. Және сөйтіп жүрген кезде Алланың қалауымен мен осы психология KZ парақшасын ашып, онлайн сабақ туралы білдім. Және сол онлайн сабақ барысында әртүрлі тапсырмалар берілді бізге. Қарапайым қазақтың қызы өзінің өмірін қалай осы мынандай аффирмациямен, сондай өзіне бір сенімділік тудырып, сол өмірмен бөліскеніне мен сол жаңағы кісіден керемет инсайт алдым. Сөйтіп жаңағы кітабын оқып отырып, мен неге бүйтпеске, менің де өмірім өзгеретін шығар. Значит, маған да өзіме бір сенімділік ұялатып, арман мақсатыма жетуге тағы бір қадам жасауым керек қой дегендей ой туды да. Осы Алматы қаласындағы қыздармен жолығуға бір сәті түсіп жолықтық. Сол күннен бастап өмірім өзгерді. Сенсеңіз, мотивация керемет. Қазір өткен өміріме кішкене көңіл бөліп қараймын. Өткен өміріме қарасам, күлем. Сенімсіздік деген жоқ, өзіме деген сенімсіздік болмаған екен. Бір грамм сенімсіздік. Даже бір элементарный бір зат алу үшін ойланып тұрамын. Ойланамын, мынаны алсам ба, алмасам ба, алғанда не болады?
Ал қазір Аллаға шүкір Кәмшат ханымның алғысы шексіз. Сенімділік, өзіме деген сенімділікті күшейтті. Өзіме деген сенімділік, 100% сенімділік бар өзіме деген. Керемет сезім. Мен бір айдан кейін мен бұл сабаққа қатыстым. Қатысқан күннен бастап сол күні как раз жаңағы кешірім сұрау сабағы болып жатыр екен. Сабақ біте салсын мен деген отырып алып жазам ғой ана. Жазам, көзден деген жас кетіп жатыр. Сөйтіп барып оны жыртып өрте дейді ғой. Жыртып кухняда жүрмін, көк түтін болып жатыр. Сөйтіп күйеуім айтады: "Ей, не болып жатыр мына үйдің ішінде? Что-то бірдеңе болып жатыр, мама, что-то колдует" деп қояды. Сөйтіп мен жоқ, мен еш нәрсе, жай шен қағаз ғой ол өртеніп жатқан деймін да. Соныменен жаңағыдай 7 күн жасадым. Ана 7 күн диетаға отырыңдар деп қыздар жазып жатты ғой. 7 күн жаздым. Сөйтсем мына ішім деген кәдімгідей босап бар ғой. Мына бүйтіп күле бастадық қой бүйтіп. Оға дейін мынау шеке деген былай ғой. X постоянно. Қабақ деген былай. Ал жаңа кешірім істеп болған екен Роза деген күле бастады ғой ақырында. Қосылудың түрін білмеймін. Жаңағы сабақ басталып жатыр. Сабақтың басталуына 20 минут өтті. Қосыла алмаймын. Кухнямен Егорды жүгіріп жүрмін. Жолдасым айтсам душқа кіріп кеткен. Сабақ өтіп жатыр. Жыладым. Отыра қалып. Не деген сұмдық, мен қалай кіре алмаймын. Қыздардың бәрі сабаққа кіреді. Как будто бір неден қалып бара жатқан сияқты сезіндім да өзімді. Намыс адамдар. Сонымен қарасам, бір 30 минутта онлайн сабаққа қатыстым. Қыздарға көмекші қыздар арқылы, бағана айту арқылы. Сол онлайн сабаққа қатысқан күннен бастап өмірім керемет жағына өзгерді десем қателеспеймін, сөздің шындығы керек. 15 күн, 20 күн дегенде өзімді жеңе алмай жүрдім. Қанша деген ыза бар, сенімсіздік бар. 8 мартқа өзіме өзім сыйлық жасайын деп кітабына заказ бердім. Сол күн 7 март күн заказ бердім, таңертең жұмыста отырып, маған кешке дейін әкеп тастады кітабын. Сөйтіп алдында ана клиенттердің арасында деген оқимын ғой деп тұрып. Сөйтсем ішінде деген ана кешірім, анау-мынаулар болып жатыр. Ой, как раз мынау керек маған ғой деймін да, кешірім деген. Өткен мен өзімде жаңағыдегі мына іште жүрген не дейді, адам деген кешірім. Неге мен осындаймын, неге ондаймын деп ете бергендер адам көп болды. Бұлай қарап тұрсаң, тартылыс заңы жұмыс істей береді екен. Сен ізденген сайын сенің артыңнан наоборот жаңа бір керемет бір кісілер кездесіп саған сенің өміріңді өзгертуге бір жан-жақтан адамдар жинала береді екен. Сонымен осы ортаны тапқаныма сондай қуаныштымын. Осы кітаптың, жаңағы Кәмшаттың жазған кітабының осы қазақ қыздарына, біздің түңіліп жүрген қазақ қыздарына беретіні өте көп екеніне көзім жетті. Осы әрбір қазақтың қызы осы кітапты оқыса екен деймін. Өздерін өзгертіп, ойларын өзгертіп, бір ауылда отырса да, қайда жүрсе де, мысалы, бәрі тамаша, бірақ бақытты емес адамдар толып жатыр мысалы. А ол тек қана ойдың арқасында екенін мен түсіндім. Таңертең тұрып, көзімді ашып оянғанда күліп оянатынды сезіндім қазір. Сенесіз ба? Бұрын уақытта оянасың, қабағымыз сүйілі болатын, қазір күліп оянам. Бірінші балама, бірінші қызыма қараймын. Осының бәрі кітаптың өмірімнің өзгерткені деп ойлаймын. Оянғаннан күлесің. Ойлаңыз, ұйқыдан оянып күлген қандай бақыт. Бұл әлемде 90, мысалы, 100%, 10% адам оянбай қалады. Біз ең бақытты адам екенбіз. Әр күніне өткен күніне шүкіршілік айтуға қаламыз. Күніне өмірім керемет өзгерді. Осыдан бір апта кейінгі өмірім басқаша. Қазір элементарно ойланып қарасам, бір ай деп айтпай ақ қояйын, бір апталық өмірім басқаша. Келесі уже күннен күнге өмірім
өзгеруде керемет жағына тосын сый. кейін бұл сабақтан тағы да мен бір ой өзіме түйгенім, адам әрқашан кешірімшіл болу керек екен. Бірінші, Аллаға шүкіршілік айту керек екен. Таңертең тұрдым ба, мынау әрбір атқан таңым үшін, қолымдағы барым үшін Аллаға шүкіршілік айту керек екен. Тіпті даже мынау үйде қара су ағып жатыр ғой, соны ішкеніне Аллаға шүкір деп айту керек екен. Соның барлығын мен осы сабақтан үйрендім, оқыдым. Әлі үйренетініміз көп. Анау қыздар айтып жатыр ғой, білгенің 9 болса, білмегенің 99 екен деп. Маған осындай бір неге жазылу керек еді, вождениеға жазылу керек еді деп талай маған әңгіме айтады да, ананы істемедім, мынаны істемедім деп. И мен ана кітапты оқып бір кәдімгідей уже шыңдалғаннан кейін мен айтамын ана қыздарға, сен неге мына кітапты оқымайсың? Ана жерде бәрі досконально жазылып тұр, толығымен жазылып тұр. Сен соны алда тура соны істеші, сенің өмірің бұлай болып өзгереді деп айтамын ғой. Сөйтіп көп қыздар оқып менен кейін деп, Назым, сен қалай күшті, сондай білімің не дейді да, ол білімді емес. Мысалы, ол кітаптың сондай қарапайым жазылған несі адамға жүрегіне солай күшті қонады и керемет біліммен бөліскен да Кәмшат, ол қарапайым сөзбен ғана. Өздерінің мақсаттарын таба алмай жатқан қыздарға айтарым, тек армандай білу керек екен, кешірімшіл болу керек екен, және өзің алдыңа мақсат қойдың ба, соған тіке жүру керек екен. Сол кезде ғана жеңімпаз боласың. Жолдасында байқаған болу керек. Айтады ғой маған, бірінші кезде қарсы болатын, қандай сабақ, қалай қазір, екінші сабақтарын қашан басталады, мақсат сабағы қашан басталады. Ол да мен аффирмацияның құдіреттілігі. Күнде жазған. Аллаға шүкір, керемет қазақ қыздарына, қазақ еліне, осындай Кәмшаттай ханымды бізге өмірімізді өзгерткен өмірлерімізге жіберген алғыс шексіз. Осы күнге дейін біз бақыт қайда деп жүрсек, бақыт байлықта, бақыт балада, бақыт күйеуде, әр жақтан бақыт іздеп жүрсек, бақыт жүректе екенін түсіндім. Сол кітапты оқу арқылы барлық нәрсенде бақыттың барлығы өзімнің қолымда екенін түсіндім. Кешірім жасауды түсіндік. Адамдарға барлық нәрседе жақсылық жасауды үйрендік. Солай өміріміз керемет өзгеретінін көзіміз жетті. Кітаптан ерекше сезімдік, просто ол кітапты оқу керек.